Сәлем достар, сіздермен бірге арайлым. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге 4-ақ ингредиенттен жасалатын өте дәмді рогаликтердің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, сары май, жұмыртқа және қант ұнтағы. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымызды ұнымызбен бірге араластырамыз. Араластырғанда бізде крошкалы ұнтақ пайда болуы қажет. Міне сол пайда болды видеода көрсетілгенде. Енді осы крошкалардың үстіне біз бір жұмыртқамызды жарып және бір ас қасық қант ұнтағын қосып, қамырымызды илейміз. Барлық қажетті заттардың өлшемі видеоның астында описанияда көрсетілген. Қамырымыз не қатты емес, не жұмсақ емес, орташа тығыздықта болу қажет. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды целлофановый пакетикке салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа немесе жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Міне 1 сағат тоңазытқышқа салдым. Біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды 4-ке бөлеміз. Домалақтап алып, оқтаудың көмегімен жұқа қылдырып жаямыз. Ортасына кез келген салманы қолдануға болады, бірақ мен ешқандай салмасыз рогаликтер жасадым. Видеода көрсетілгендей кесіп алып, рогаликтердің пішінін келтірдім. Енді дайын болған рогаликтерімді алдын ала қызып тұрған пешке, 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 20-25 минутқа пісіріп алдым. Мінекей біздің рогаликтеріміз пісті. Енді осы рогаликтердің үстіне мен қант ұнтағын себемін. Мінекей біздің рогаликтеріміз дайын. Тарелкаларымызға салып, дастарханымызға ұсынуға болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым ас болсын.